сіздер бүйтесіздер. Ана билікпен келісімге барған адам жексұрын. Онда бәрін алып тастайық. Неге сіздер кеше ғана бізбен жүрген адам неге енді бізді сіздер деп жатсыз? Чаттан шық, биліктің партиясына бардым, сатып кеттім деп отырған мен емес қой. Дұрыс па? Иә, рас. Сіздер айтып отырсыздар. Сондықтан қараңыз, егер үйтіп қарайтын болсақ, онда жаңа оппозицияңызды да сызып дедім ғой. Оппозициядан ары барайық. Қонаев сызып коммунистік партияның мүшесі болған. Құдай жоқ деген коммунистік партия. Өзбекел Жәнібекті сызып Жұмабек Тәшеновті сызып қазақ музыкасының тарихынан Манарбек Ежановты сызып Өйткені ол бастаушы Компартия ұлы данамын деген сөз жазған әндеріне. Одан ары барайық. Ыбырай Алтынсаринді сызып Құнанбай, Абайдың әкесі, сызып патша үкіметімен келісімге барған. Абайды сызып болыс болған. Өзі де жазады. Болыс болды, мінекей, взятка беріп болыс болған. Болыс болды, мінекей, бармадым шығындап деп өзі айтады. Сызып осында. Егер ұлтының мүддесі үшін әлде қандай әрекеттің жолын тапқан адамдардың бәрін сатқан десеңіздер, осының барлығын сызып және мен де осылардың қатарына қосылуға дайынмын. Сонда қазақтан не қалады дейсің? Дайынмын мен солардың қатарына. Егер солай істеген адамның бәрі сатқын болатын болса, мен солардың қатарында болайыншы онда. Онда сатқын емеспіз дегендер жақсы болып жүре берсін.